Қайырлы күн, құрметті тыңдаушылар. Бүгін Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы ерекше бөлігі пәнінен медициналық қылмыстық құқық бұзушылықтар тақырыбын қарастыратын боламыз. Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтары мемлекет арқылы қорғалады. Қазақстан Республикасының Конституциясының екінші бөлімі осы мәселеге тікелей арналған. Қазақстан Республикасы Конституциясының бірінші бабында ең қымбат қазына ол адам және оның өмірі, құқықтары мен бостандықтары деп жариялаған. Осыған орай Қазақстан Республикасының барлық құқық салалары, оның ішінде қылмыстық құқықта адамның құқықтары мен бостандықтарын қорғауда өзінің атқаратын рөлі орасан зор деп айтуға болады. Оның ішінде медицина саласындағы адамның құқықтары мен бостандықтары қылмыстық заңмен қорғалады. Сондықтан да Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің ерекше бөлігінің 12-ші тарауы медициналық қылмыстық құқық бұзушылықтар тақырыбына арналған. Бұл тараудағы қылмыстық құқық бұзушылықтардың топтық объектісі болып, медицина саласындағы қоғамдық қатынастардың жиынтығы болып танылады. Медициналық қылмыстық құқық бұзушылықтар ол қылмыстық кодекстің 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323 баптарында қарастырылады. Енді осы тарауға біріктірілген баптардың ішінде 317 бапқа тоқталсақ. 317 бап медицина немесе фармацевтика жұмыскерінің кәсіптік міндеттерін тиісінше орындамауы деп аталады. Бұл баптың қоғамға қауіптілігі ол құқық бұзушылықтың, яғни бірінші бөлігі 317 баптың ол теріс қылық болып табылады, ал екінші, үшінші, төртінші, бесінші бөліктері ол қылмыс болып табылады. Ал қауіптілігіне тоқталсақ, медицина және фармацевтика қызметкерлерінің кәсіби міндеттерін тиісінше орындамауы азаматтардың отандық медицинаға деген сенімсіздігін тудырады. Денсаулық сақтау органдарының беделін түсірумен сипатталады. Өзінің кәсіби міндеттерін жауапсыз атқаратын азаматтардың өмірі мен денсаулығына нақты қауіп төндіреді. Медицина және фармацевтика жұмыскерінің өз міндеттерін тиісінше атқармауы қылмыстық құқық бұзушылығының тікелей объектісі ол медициналық көмек көрсетудің белгіленген қағидаларын сақтауға негізделген қоғамдық қатынастар. Ал қосымша объектісі ол нақты науқастың өмірі мен денсаулығы, яғни денсаулығы мен өмірін қорғауға кепілдік берілетін әлеуметтік қатынастар деп айтуға болады. Объективтік жағына тоқталатын болсақ, ол медицина немесе фармацевтика қызметкерінің кәсіптік міндеттерін ұқыпсыз орындауы, тиісінше орындамауы, адал қарамауы салдарынан тиісінше орындамауы немесе сол сияқты абайсызда денсаулыққа ауырлығы орташа зиян, денсаулыққа ауыр зиян келтіруге, адамның қайтыс болуына, не екі немесе одан да көп адамдардың қайтыс болуына әкеліп соқтыратындай медициналық көмек көрсету тәртібін немесе стандарттарын сақтамауы болып табылады. Ал субъектісі бұл бап бойынша арнаулы субъект 16 жасқа толған кәсіптік міндетін атқаратын медицина немесе фармацевтикалық білімі бар қызметкер болып табылады. Субъективтік жағы ол абайсыздықпен, яғни менмендікпен немесе немқұрайдылықпен жасалады. Қаралып отырған қылмыстық құқық норманың диспозициясы бланкеттік сипатта болады және кәсіби міндеттерді тиісінше орындамау белгілерін анықтамайды. Қылмыстық құқық бұзушылықтың құрылымы материалдық болып табылады. Осыған байланысты осы іс-әрекеттің объективті үш жақты міндетті белгісін қарастырсақ. Біріншіден, медицина немесе фармацевтика қызметкерінің кәсіби міндеттерін орындамауынан немесе тиісінше орындамауынан тұратын қоғамға қауіпті іс-әрекет. Екіншіден, адамның өмірі мен денсаулығына зиян келтірумен көрінетін қоғамға қауіпті іс-әрекет. Үшіншіден, заңда көрсетілген құқық бұзушылықтар мен салдар арасындағы себепті байланыс. Қылмыстық кодекстің 317 бабының бірінші бөлігінде көзделген іс-әрекет
қылмыстық теріс қылық, ал екінші, үшінші, бесінші бөліктерінде көзделген әрекеттер ауырлығы орташа қылмыс санаттарына жатады, ал төртінші бөлігі ауыр қылмыстар санатына жатады. Келесі қарастыратын бабымыз ол 318 бап клиникалық зерттеулер жүргізу тәртібін және профилактикалық диагностиканың, емдеудің және медициналық оңалтудың жаңа әдістері мен құралдарын қолдану тәртібін бұзу. Қоғамдық қауіптілігі бұл жерде қауіпті медициналық зерттеулер мен эксперименттер жүргізудің белгіленген тәртібін бұзумен және тиісінше адамның өмірі мен денсаулығына қол соғумен сипатталады. 318 бап бойынша қылмыстық құқық бұзушылықтың тікелей объектісі бұл клиникалық зерттеулер саласындағы белгіленген ережелер мен стандарттарды сақтауға бағытталған қоғамдық қатынастар, ал қосымша объектісі науқастың өмірі мен денсаулығы, яғни оны қорғауға кепілдік берілетін қоғамдық қатынастар. Ал объективтік жағы медицина қызметкерінің лауазымды адам жасаған не ауыр зардаптарға әкеліп соққан клиникалық зерттеу жүргізу және профилактиканың, диагностиканың, емдеу және медициналық оңалтудың жаңа әдістері мен құралдарын қолдану тәртібін бұзуы. Ал субъектісі арнаулы субъект, яғни медициналық қызметкер немесе лауазымды тұлға деп айтамыз. Ал кінә субъективтік жағынан кінәнің сипаты тек қана қасақаналықпен жасалады, яғни тікелей немесе жанама ниетпен. Халықтың денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы Қазақстан Республикасының кодексінің бірінші бабының бірінші тармағында осы клиникалық зерттеу деп субъект ретінде адамның қатысуымен аурулардың профилактикасы, диагностикасы және оларды емдеу құралдарының әдістері мен технологияларының қауіпсіздігі мен тиімділігін анықтау немесе растау үшін жүргізілетін зерттеулер түсініледі. Егер клиникалық зерттеулер жүргізу, профилактиканың, диагностиканың, емдеудің жаңа әдістері мен құралдарын қолдану тәртібінің бұзылуы ауыр зардаптарға әкеп соқса, конструкция бойынша қылмыстың құрамы материалдық болып табылады. Осыған байланысты іс-әрекеттің объективтік жағы үш міндетті белгіні қамтуы қажет. Бұл клиникалық зерттеулер жүргізу және профилактиканың, диагностиканың, емдеудің және медициналық оңалтудың жаңа әдістері мен құралдарын қолдану тәртібін бұзудан тұратын қоғамға қауіпті іс-әрекет. Екіншіден, ауыр зардаптарға әкеліп соғатын қоғамға қауіпті салдар. Ал үшіншіден, бұл клиникалық зерттеулер жүргізу және профилактиканың, диагностиканың, емдеу мен медициналық оңалтудың жаңа әдістері мен құралдарын қолдану тәртібінің бұзылуы, яғни заңда көрсетілген салдар мен себепті байланыс. Қылмыстық құқық бұзушылықтың қаралып отырған құрамына қатысты ауыр зардаптарды бөліп көрсетуге болады. Біріншіден, адамның қайтыс болуы, екі немесе одан да көп адамның қайтыс болуы, жәбірленушінің немесе оның жақын адамдарының өзін өзі өлтіруі, денсаулыққа ауыр зиян келтіру, екі немесе одан да көп адамның денсаулығына ауыр зиян келтіру, адамдардың жаппай қырылуы, ауруы, жұқтыру, ауру жұқтыру, сәулелену, улану, халық денсаулығы мен қоршаған ортаның жай-күйінің нашарлауы, ірі немесе аса ірі залал келтіру, келтірілетін зиянның ауырлығын куәландыратын өзге де зардаптар орын алуы мүмкін. Келесі қарастыратын бабымыз 319 бап, ол жүктілікті жасанды үзудің заңсыз жүргізу. Қоғамға қауіптілігі бұл денсаулық сақтау органдары белгіленген жүктілікті жасанды түрде үзу ережелерін сақтамаған жағдайда әйелдің өмірі мен денсаулығына нақты қауіптің төнуімен сипатталады. Объектісі медициналық қызмет саласындағы белгіленген ережелер мен стандарттарды сақтауға бағытталған қоғамдық қатынастар. Қосымша объектісі бұл әйелдің өмірі мен денсаулығын қорғауға бағытталған қоғамдық қатынастар. Объективтік жағы жүктілікті жасанды үзуді заңсыз түрде жүргізумен сипатталады. Қарастырылып отырған баптың бірінші және үшінші бөліктерінің диспозициясы бланкеттік сипатта болады. Жүктілікті заңсыз жасанды үзу ұғымы қалыптастыратын белгілі бір нормативтік құжаттарға сілтеме жасайды. Субъектісі
319 баптың 3 бөлігінде қылмыстық құқық бұзушылықтың басқа субъектісі тиісті бейіндегі жоғары медициналық білімі бар адамның жауаптылығы көзделген. Субъективтік жағынан 319 баптың 1 және 3 бөліктерінде тікелей ниетпен сипатталады, өйткені кінәлі адам жүкті әйелдің жүктілікті жасанды түрде үзудің салдарынан қауіпті екенін түсінеді және ол іс-әрекетті денсаулығына зиян тигізуі мүмкін екенін біледі. 319 баптың 1-3 бөліктерінде көрсетілген іс-әрекеттер онша ауыр емес қылмыс санаттарына жатады, ал 2-4 бөліктері олар орташа ауырлықтағы қылмыс санаттарына жатады, ал 5 бөлігі ол ауыр қылмыстар санатына жатады. Осымен дәрісіміз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.